сәлем достар, сіздермен болған мен Жұлдызай World арнасы. Достар, бұл бізде абысындар 3-ші бөлімі, және де достар, бұл бізде соңғы сериясы. Сіздерге осы сериал ұнады деп ойлаймын. Ұнаса менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписканы басып, колокольчик етіңіздер. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Ал ендеше біз сериалымызды бастаймыз. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Кеттік. Ана келіндер не істеп жатыр екен? Бір-бірімен қырылып атқан жоқ па? Телевизорды көре беріп көзім ауырып кетті ғой. Қазір газет те жоқ қой, газет келмей кепті ғой. Ауылда газет оқитын еді, бұл жерге күніге келмейді ғой. Кітап оқиыншы, кітап бар шығар, ең болмаса. Кеттім. Кеш батқан соң. Арман, кешір, мен бұл үйден кетуім керек. Енді білем, мен сені жақсы көрем, сен де мені жақсы көресің қатты. Бірақ білесің, абысындар мені жақтыртпайды, апаң да мені жақтыртпайды. Мен бұл үйден кетуім керек, өзіңе жақсы әйел аларсың. Міне саған хат қалдырып кетті. Ендеше сау болыңдар, мен кетейін тезірек. Алло, такси келіп тұр ма? Я, келіп тұрмын. Жарайды, қазір шығып жатырмын. Аха, күтіп тұрмын. Айша келін, қайдасың? Мынау еш жерде жоқ қой. Қайқа кетіп қалған мына қыз? Кәні, шкафын көрейші. Мына жерде заттар жоқ қой. Мынау қандай хат? Мынаны Айша қалдырып кеткен шығар, көрейін. Кәнеки. Бұл мен Айша. Енді мен бұл үйде болмаймын. Мені ешкім жақтыртпайды. Өздеріңізге күшті келін аларсыздар. Мынау не дейді? Мынау қолын түсінбей кеттім ғой. Енді мен бұл үйде болмаспын дейді. Мынаған не болған? Айша, неге кетіп қалғансың? Мен бұл үйден кетуіме дәл болады. Арманға да айта салыңыздар. Мен сіздерді қаттырақ жақсы көремін. Ендеше сау болыңыздар. Мен ол үйге қайта бармаспын дейді. Қалайша? Айша, сен қалай кетіп қалғансың, бізге айтпай? Сені бәріміз жақсы көреміз ғой? Бұл абысындардың кесірі. Енді қазір мен бәрін жинаймын. Апа, не үшін жинап алдыңыз? Не себептен дегенде? Сосын Айша келін қайда? Оны таппадым, бір жаққа кетіп қалған. Қазір өздерің білесіңдер. Ой, ол да тәрбиесіз ғой. Соны айтам, оны үйге бекер әкелдік. Соның кесірінен ұрсып жатырық. Болтыш отырсаншы. Оны жамандай бермеңдер. Не, оған күн көрсетпейсіңдер. Қазір барлығын айтатын боламын, нақты қылып. Енді айтсаңшы, Арманды күтіп отырмын ғой. Ой, ол сағат 12-де ма келеді ғой. Қазір сағат 9 болды ғой. Енді 3 сағат күтіп отырамыз ба? Күтесің. Ой, апа, мұнда мен кете берем. Отыр. Не болып қалды? Бұл жерде қандай жиналыс болып жатыр? Білмейміз. Сені күтіп отырық. Дәл келдің ғой, ертерек келдің ғой. Сол ерте жіберді. Жақсы болыпты. Сол апамыз жинап алды. Білмейм не үшін шақырғанын. Әйтеуір Айша туралы айтайын деп атқан сияқты. Айшаға не болды? Айша қаяқта? Ой, оны іздей бермес жүр ғой, аман сау шығар. Менің сөзімді бөле бермеңдерші. Отырыңдар. Мен сендерге Айша қаяқта, ол не үшін кетіп қалғанын айтамын. Ол Айша хат жазып кетті. Ол қандай хат? Қандай? Сөзімді бөле бермеші болды. Енді ол осы үйде болмайды. Ол өзі кетіп қалған. Осындай хат тастап кетті. Ол абысындардың кесірі.
екеуінің кесірі. Ұқтыңдар ма? Не? Ол үйден кетіп қалды? Кәне, бере тұрыңызшы хатын оқиын. Міне, оқым. Нақты қылып оқышы, ішінен оқымай. Оқы, барлығы естісін. Енді мен бұл үйде болмаймын. Кешіріңдер. Өздеріңе күшті, мықты әйел аларсыңдар. Сендер мені жақтыртпайсыңдар, ал бірақ мен сендерді қатты жақсы көремін. Мен енді күшті келін болам деп ойлағанмын, бірақ сендердің алдарыңда бола алмадым. Арман, мені кешір, менің кетуіме дәл келді. Енді мен бұл үйде болмаймын. Өзіңе мықты әйел ал дейді. Сау болыңдар дейді. Қалайша? Бұл қалайша кетіп қалған? Бұны кім істеді? Ол кетпеуші еді ғой. Не? Бұл шын-ба? Ой, мен кете берейін, не қылса. Я, осымен болған шығар. Отыр. Отыр дейм, қайқа кетіп баратсың? Мүмкін сен шығарсың. Жоқ, мен емес. Сен ғой, Салима. Салима екеуің ұрсып жүргенсіңдер. Айтсаншы, мен білемін, ол маған айтады. Иә, менің кесірім. Негізі үлкен абысын, мен сізге шындықты айтайын. Қандай шындық ол? Сен ба бәрін бүлдіріп жүрген? Иә, менді тура дәл келді айтатын уақытқа. Енді ол түнде ыдыс жуған, мен оны шашып тастадым. Сосын, яғни ол азанмен тұрып барлығын тірліктердің барлығын істейтін. Мен сізге өтірік айттым. Енді кешіріңіздерші. Не? Қалай өтірік айтуға дәтің барады? Ол келінді маған жаман қылып көрсеттің. Қалайша? Айша тіпті жақсы келін еді. Енді оны қалай шақырамыз? Білмеймін, бірақ оның мекен жайын мен білемін. Номерін білесің бе? Иә, менде бар. Екеуміз басында дос болғанда маған номерін берген. Кәнекей бар, телефонында әкел, звондайық. Жарайды. Иә, не болды, не үшін шақырдыңыздар? Өтініш кетпеші. Мен сені қалай жақсы көретінімді білесің ғой. Өтінемін, қалшы осы үйде. Жоқ, мен бұл үйде қала алмаймын, мені ешкім жақсы көрмейді. Мен бұл үйде жақсы келін бола алмаймын. Мінекей өздеріңізде хатты оқыпсыздар. Мен ойладым, оқымады деп. Мен өзім айтуға келдім деп ойладым. Мен бұл үйде қала алмаймын. Кешіріңіздер, сау болыңыздар. Тоқта. Не болып қалды, апа? Өтінем, мені кешірші. Мен білмедім. Салима оны істеген екен. Өтінем, кешірші. Менен кешірім сұрамаңыз, сіз менен үлкенсіз ғой. Жарайды, кешірейін. Ал бірақ мен бұл үйде қала алмаймын. Мен бұл үйде қалуыма, яғни ұялып қалдым. Жоқ, ұялма, бұл сенің бұрынғыдай үйің. Өтінем, қалшы. Енді не десем болады екен? Былай тұршы, Арман. Жарайды. Енді, оның бәрін мен істедім, Айша. Бірақ менің орнымды тартып алдың деп ойладым. Енді мені кешірші. Жарайды. Достар, мінекей абысындар татуласып кетеді. Яғни сіздерге осы сериал ұнады деп ойлаймын. Ұнаса менің еңбегімді қолдап кетіңіздер. Мен сіздер үшін көптеген сериалдарды түсіретін боламын. Қызықты қылып, ал сіздер менің еңбегімді бағалап кетіңіздер. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Менің еңбегімді қолдайды деп ойлаймын. Және сіздер 2000 подписчикке аз қалды. Тез жеткізіп тастайық. Ал ендеше сау болыңыздар. Жақында новый серия шығуы мүмкін. Ендеше, пока!